Сәлем достар, қалайсыздар? Менің YouTube арнамға қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай кереметтей кекс пісіретін боламыз. Бұның ерекшелігі ешқандай әсер печкада пісірілмейді, микротолқындық печте пісірілетін болады. Көпте зат та кетпейді. Қыздар, осындай құрғақ ыдысқа бір жұмыртқаны жарып аламыз. Сосын үстіне азырақ тұз салып, тұзбен жұмыртқаны араластырып аламыз. Содан кейін осы тұрған заттар бірін-кетін қосамыз. Бірінші шекерді 2,5 қасықтай салдым. Өздеріңіз тәттілігіне қарай салуға да болады. Осының өзі қатты тәтті емес болады. Сосын сүт саламыз. 3 қасықтай сүт, 1 қасық ақ май салып араластырып отырамыз. Сосын бірінші 2 қасық ұн сап аламыз. Разрахитель сап аламыз. Сосын осындай 1 қасық какао сап аламыз. Үйлеріңізде кез келген какао түрі болса қоса беруіңізге болады. Менде кәдімгі арзан какао болды. Сонымен араластырып аламыз. 1 келкі массаға келтіріп алғанша. Сосын тағы 1 қасық ұн саламыз. Ұнды әбден араластырып аламыз. Ұнды аз-аздан қосқан дұрыс. Өйткені бірден коршқа қалады. Осылай араластырып пиалаларымызға құямыз. Өзі 2 пиала шығады. Сосын микротолқындық печімізге саламыз. Печканы тура 3 минутқа қоямыз. Төбесі максимальный де тұрады. Менде высокий деген. Осылай қоямыз. 3 минутте дайын болады. Таңғы асқа ерекше дәмді кекс ас болсын.